Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Алматы барахолка базары. Адамдар бұл жерде өте көп. Бірі саудагер болса, бірі қарапайым халық. Енді бірі мына біз сияқты қайыр тілейтіндер. Әрбіреуіміздің арнайы орнымыз бар. Күнделікті бір жерде ғана жүреміз. Біздің де өз шекарамыз бар дегендей. Мен базардың қайыршысы болсам, басқасы мешіттің жанында қайыр тілеп жүреді. Үсті басым кірленген, түрім әбіржіп кеткенмен, өткен-кеткеннен жалынышты көзіммен олардың аяушылығын тудыртып қайыр сұраудамын. Кейбірі ұсақ тиынын берсе, енді бірі ол тиынды да бермей кетеді. Сол бір тиын үшін әбден соққы жейтін бізді олар қайдан білсін? Күнге күйген денемізден соққының ізі көрінбейді. Әрі ұзын шұбарған ескі құсқыны киеміз. Иә, қайдан білсін, бізді таяқтың астына алатынын. Мені елдің бәрі аты өшкір циган деп біледі. Олай атаулары да дұрыс-ақ. Бала кезден көше кезгенмен күнге әбден қақталып, дұрыс тамақ та жемей, менің циганнан еш айырмашылығым жоқ. Мен дүниеге келгенде басқа сәбилер сияқты перзентханада емес, қоқыстардың арасында туылған екенмін. Маскүнем анам мені асырамақ түгілі сол қоқысқа тастап кетермеді. Бірақ Алла маған өмір сыйлап, циган әйелдері бомыж анамды байқап, бір шөлмекке айырбастаған. Менің көк тиын құным болмағаны осыдан-ақ белгілі. Шыны керек, қазақша сөйлегенге өзімді қазақпын деп ойлап жүрсем, ал мені анам кімнен көтергені белгісіз. Өмірге келе сала, өз анамнан жырақтаған мені, циган анамның жүрегінде мейірімі бар екен. Негізі циган халқы жаңа туған балаларын еш уақытта көшеге алып шықпайды. Көшеде қолдарына ұстап қайыр тілеп жүретін кішкентай бейкүнә сәбилер өзгенің мен сияқты тастанды немесе ұрланған баласы. Циган халқы сырт көзге сондай мүсәпір жан болып көрінгенімен өте жауыз, мейірімсіз, ең лас халық дер едім. Аллада бұл халықты жек көретінін білемін. Бұл цигандар қай аймақта өмір сүреді, сол елдің тілін дінін жатқа біледі. Арнайы бастық сымағымыз қай елде тұрамыз, сол елдің тілі мен дінін оқытады. Не үшін циган анам мейірімді дегенімді түсіндірейін. Негізі циган әйелдері тастанды, ұрланған балаларды аяусыз мүгедек етеді. Тіпті мен сияқты құндақтағы сәбилерге сүтке есірткі қосып береді. Күні бойы ұйықтап, қайыр тілеуге кедергі жасамас үшін. Жаңа туған бала организмі есірткіні 2-3 ай қабылдаған соң көп ұзамай өлім құшады. Мен де солай өлім құшар едім, бірақ циган анамның арқасында аман қалған тегі жоқ пендемін. Менің бұл өмірде барым да, жоғым да туған анама маңызды емес. Сондай тозаққа түскенімді бәлкім сәби жүрегім сезген болар, мүлдем жыламаған екенмін. Тек қарным ашқанда ғана дыбысымды шығарып, күні бойы ұйқының құшағында ұйықтай береді екенмін. Жасқа толғанда да өзге балалар секілді жыбырлақ болмай, тек қана тыныш циган анамның қойнында отырған екенмін. Бәлкім әлсіз болған шығармын. Циган анамның өмірі де мәз емес, тамақ дегенді өте аз жейді. Мені бауырына басып өлтірмей асыраған үшін кейде рахмет дегім келсе, кейде бұл өмірден түңіліп кетемін. Өзімді өлтіре де алмаймын. Біз тапқан табысымыздың бәрін бастығымызға өткіземіз. Ол одан үлкен басшыға жібереді. Еңбекпен тапқан ақшаларды жоғарыдағы барон деп аталатын басшы алады. Ол ақшаға цигандардың үлкен ғимараттары салынған қалашығы бар. Сол жақта емін-еркін өмір сүреді. Дені сау еркектерді ешқашан қайыр тілемейді, заңсыз жұмыс жасайды. Тек мүгедек, пайдаға жарамайтын еркектер болмаса, әйелдер де қайыр тілейді. Бірақ жағдайы төмен әйелдер ғана, ал сөзге шебер, ұрлыққа жақын, пал ашатын, дуа жасайтын, олардың әлемі бір бөлек. Кейбір циган байдың еркек қыздары да қайыр тілейді. Күнде емес енді. Олардың бір уақыттары бар, сынақ секілді. Бір рет шығып, сосын жоғалып, кейде тұрмысқа шыққан соң қайыр тілеуге шығады. Олар ұзақ емес, әйтеуір сондай қайыр тілемесе де жамандық болады деген ырымдары бар. Үнемі ашықта өмір сүретін біздер қарнымызды тойдыру үшін асхана болсын, кафе болсын жуынды төгетін жерлерді бір көзімізбен аңдып жүреміз. Екінші көзімізбен көшеде кетіп бара жатқан адамдардың қолында жеген пирожки самсаны аңдимыз. Шіркін-ай, қолындағы тамағын бізге берсе екен, немесе жартысын жеп қоқысқа тастай салса екен деп сілекейіміз шұбырып,
Көзімізбен ішіп жеп баратын күндеріміз аз десем жалған айтқан болар едім. Арамызда ұрлық жасайтындар да бар. Ол үшін ептілік керек, ал ол ептілік менде жоқ. Қайыр тілеп тапқан ақшаны кім көріп жатыр? Неге содан түскен ақшаға тамақ алмайды екен дейтін шығарсыздар. Біздің сыртымыздан үнемі бақылап жүретін адамдарымыз бар. Bir жағдай болып қалса, бізді тәубемізге келтіреді. Бірде қайыр тілеп тапқан ақшаға қасымдағы Мұхниха есімді қыз қатты қарны ашқан болу керек. Ыстық пирожки алып жеген еді. Кешке бізге үлкен жиналыс жасап, "Әй қайыршылар, тыңдаңдар, соңғы рет айтамын. Тағы да қайыр тілеп тапқан ақшаларыңды жұмсасаңдар, мүгедек қыламын" деп ақырған басшымыз қасымыздағы жүрегі жоқ нөкерлеріне Мұхсиханы жазалауды бұйырды. Кешірім сұрап, шырылдаған Мұхсиханың аяқ-қолын темірмен ұрып, көз алдымызда мүгедек етті. Бір пирожки үшін әбден соққы жеген байғұс қыз бір ай жоғалып кетті. Басқа жерге апарып шөппен емдеген болу керек, өйткені тірі қалу міндетті. Мүгедек болып ақшаны көп табу үшін керек. Bir айдан соң тобымызға қайта оралған Мұхсиханың менен басқа қуанып ешкім қарсы алмады. Бала кезден бірге өскен құрбым ғой, әрі орнымызда бір жерде. Сондықтан Мұхсиханың арбасын мен итеріп, әкеліп апарып жүрдім. Ақшаны кешке тапсырамыз. Соның өзінде бізді басшымыз денемізге омырау мен белден төмен жерге қолын салып сипалап шығады. Ақша тығып қойды деген оймен, әрі басқа арам оймен. Сосын, "Так, сен қыз пісіп тұр екесің, менімен бөлмеге жүр" деп алып кетеді. Ары қарай белгілі. Бұрын ойлайтынмын, алып кеткен қыздардың айқайлап жылағаны естілетін. Ол қыздар ақша тығып таяқ жеген болар дегенмін. Бірақ ақша тықса ортаға айтар еді. Әрі ол бөлмеден шыққанда соққы жеген адамға ұқсамайды деп басым қатып жүретін. Ол кездері жасымыз 16-15 жаста шығар. Шынымды айтайын, біз ақша мен әріпті білсек те өз жасымызды білмейді екенбіз. Оны ешқашан ешкім айтпады. Уақыт өтіп жатыр. Қай күн немесе жыл дегенге біз мән бермейміз. Әйтеуір күн мен түн өтіп жатыр. Біз білеміз, жаз бен қысты. Көшеден ақша, қоқыстан тамақ тауып жеген біз үшін керемет күн. Кейде қоқыстан бір тістеп тастаған самса мен пирожки тауып алсаң, үлкен олжа. Соны тауып алғаныңды кешке жатарда қасыңдағы қыздарға мақтанышпен айтасың. Құдды алтын тауып алғандай. Bir күні басшының маған қарап, "Сен де піскен екенсің, бөлмеге бара бер" деді. Жылап жібергенмен ешқандай ақша алмадым. Шын сөзім, ақша алмадым. Бар ақшаны қолыңызға бердім деп шынымды айтып жатырмын. Басшының жасы үлкен, шашына ақ түскен 40-тан асқан, еркек көзбен айтқанда нақты жасын білмеймін. Менің бетіме күліп жіберді. "Сені ешкім жазаламайды, саған керемет түн сыйлаймын" деп арсыздана күлді. Мен әлі де ештеңе түсінбей, аяқ-қолым діріл қағып, басшының бөлмесіне бара жаттым. Күнде қыздардың жылағанын естимін ғой, енді не болар екен деп жүрегім дүрсілдеп, кеудемнен шығып кетердей. Аяқ дыбысы естілді. Басшы келе жатыр. Әр басқан қадамы естілген сайын қорқыныштан жылап отырмын. Бөлмеге кіре сала, "Қане шешін", мен қорыққаннан қалшылдап жылауымды қояр емеспін. Оның ашуына тиген болу керек, шапалақпен бетіме тартып жіберді. Өзі іріп тұрған киімдерімді тартып қалғанда жыртылып, мен қарсыласып, бәрібір ол өз дегенін жасады. Мен де басқа қыздар секілді шашым бобырап, әрең жүріп, өз төсегіме келіп жылай бердім. Өгей анам болса, "Енді сен бойжеткен қызсың, басшыға қарсы шыға алмаймыз. Қарсы шықсаң мүгедек етеді. Енді сен менің тілімді алсаң, жағдайың жақсы болады. Ол үшін мен үйреткен нәрсені жасап, басшыны өз құрығыңа түсірсең болды" деп мені жұбатып жатыр. Не де болса өгей анам ғой. Мені қорғағысы келсе де қорғай алмайды. Өзі де жетім қыз болған кезінде. Менің күйімді ол жақсы біледі. Менің жасымда жүкті болған өгей анам өз баласынан айырылған екен. Сонан кейін бала көтерсе, шөп дәрі ішіп, түсік тастап отырған. Ал мені тауып алғанда, ол анам қоқыста тастағалы жатқанда Алла маған жолықтырған. Мен өсіру үшін біраз қиындық көрген өгей сыған анама қайран қалдым.